Сәлем қыздар, келіншектер, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, біз үйімізді биылдыққа бітірейін деп қалдық. Крышасы өте әдемі, формасы және де түсі де әдемі болып шықты. Өзі үй соққан, жер алған адамдар білетін шығар, әр нәрсе өзінің уақытымен екен. Жер алатын кезде жер іздеп, ана жер жақсы, мына жер жақсы деп жер іздейді екенсің. Одан кейін проект іздейді екенсің. Одан кейін кірпіш іздейді екенсің. Солай поэтапно кете береді екен. Енді біз дизайн көріп жатырық. Енді Құдай қаласа, енді көктемге дейін дизайн ішіндегі обделкалардың барлығын көріп шығайын деп отырмыз ғой. Енді ішін түгелдей құмсылақтап қойған, осылайнан кірпішпен тұрған кезде мүлдем басқаша, ал құмсылақтаған кезде үлкен болып көрінеді екен. Ал мынау аппаратты жолдасым осы жұмысшыларға араластырып тұруға алып берген. Осылайнан прям құмсылақтағаннан кейін үйдің іші деген өте кең болып көріне бастады. Іші деген жарық, кең, биік, әдемі үй болайын деп тұр. Ең бастысы берекелі, өзімізге бұйырған үй болсын деп тілеймін. Білмейтін жандар болатын болса, тағы да айта өтейін, бұл біздің 9 жыл бойы армандаған үйіміз. Мына екінші қабат бізде төбесі жабылғаннан кейін, не деп айтушы, черепицасы жабылғаннан кейін кәдімгі үйге ұқсап әдемі болып қалды. Мен өте қатты биіктен қорқамын. Сол себепті терезені білмеймін, ертең терезе құрса бірінші решеткадан бастап жабатын шығармыз. Осылайнан біздің үйіміздің екінші қабаты. Ал мынау бізде гардероб. Мына жерде әдемі стекло, болмаса да темірлер болады. Онда уақыты келген кезде бола жатар. Біздегі жаңалық сол шатырымыз, крышамыз біткен. Бірінші қабаттың толығымен құмсылақтанған, екінші қабат сол күйі тұр. Мендегі жаңалық сол. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Видеоны бөлісіп өтуді ұмытпаңыздар.